2025 жылдың бітуіне 2 ай ғана уақыт қалды. Осы жылды әдемі қорытындылау үшін өз-өзіме 30 күндік челлендж жарияладым. Өміріңді өзгерту қарапайым ғана қадамдардан басталады. 30 күн бойы 5 қана қарапайым қадамдарды жасаймын деп шештім. Бірінші қадам – таңды аш қарынға бал қосылған жылы сумен бастау. Екінші қадам – 30 күн бойы дұрыс тамақтанамын деп шештім. Дұрыс тамақтану денсаулығымыздың басты кепілі. Ата-бабамыз ауру астан деп бекер айтпаған. Дұрыс тамақтанбау, мөлшерінен көп тамақтану және талғамсыз тамақтанудың салдары үлкен дертке апарады. Үшінші қадам – күнде 20 минут уақытымды кітап оқуға арнаймын деп шештім. Күніне бар болғаны 20 минут арнап, қаншама білім жинап тастауға болады. Қоғамда гаджетке тәуелділік артқан сайын кітап оқу мәдениеті қалып бара жатыр. Кітап адамды тәрбиелейді, ойландырады, өзгертеді. Сондықтан әрбір дамимын, рухани кемелденемін деген адам міндетті түрде кітап оқуы керек. Төртінші тапсырма – күнделікті кемі 10 минут жаттығу жасау. Қозғалыс ол энергия. Неғұрлым қозғалған сайын соғұрлым шаршамайсың. Керісінше энергияң арта береді. Бесінші тапсырма – 5000 немесе 10 000 қадам жүру. Таза ауа жанға дауа демекші. Бір сәт телефонды қойып таза ауаға шығу ойымызды тазалайды. Сіздер де менімен бірге болып, өмірлеріңізді өзгертуге қадам жасаңыздар.